Сәлем достар. Сәлем достар, Әңгелек каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде қызық видео болайын деп тұр. Қызық видео болайын. Сіздер комментарияға көп жазған видеолардың бірі. Анелияға айтамыз. Не деп айтамыз? Сені әшейін асырап алғанбыз, сенің мамаң негізі басқа деп айтамыз. Біз сені асырап алдық, сен басқа үйдің қызысың. Анау деп біз. Мама сосын бүйтіп айтайықшы, қызық болады. Киімдерін жина, телефонын тастап кет, мамаң өзі алып береді деп. Иә. Болды енді үйіңе бар, ертең сен мамаң алып кетеді деп. Еще біз күшті заттар дайындап қойдық, что ол сені үшін. Қазір сіздер видео барысында көресіздер. Иә, хат дайындап қойдық. Сонымен ашуланады шығар ол. В общем, достар, лайк басуды ұмытпаңыздар осылай тұрғанды. Ал біз Анелияны күтеміз қазір. Жылайын шығар ол. Достар, қараңыздар, бізде осындай әдемі сырға бар. Мен бұны қазір осылай подарочный неге салып әдемі қылып қоямын да. Сөйтіп Анелияның көзінше Аян аға сыйлаймын ғой. Қазір дұрыстап жақыннан көрсетеді сіздерге. Міне осылай сыйлаймын. Аякуш. Анелия маған қайда, неге маған жоқ деп айтады ғой енді. Айтады обязательно. Сол кезде бастаймын ол әңгімені. Сен деген басқа үйдің қызысың, анау деп. В общем, кеттік. Қазір Анелия келсін. Ой, Анелия, не істеятсың? Сәлем достар. Видео бастап жатырмын. Қыздар осылай шкафтарын жинап жатыр, достар. Күшті жинап қойыпсың ғой, осындай гүл жасапты қағаздан. Анелия деген жарайсың. Аякуш, сен жинамай-ақ қойшы, шаршап қаласың. Аяна отырмай жинаш, тез-тез. Өзің жинаш. Анелия, өзің жина. Өзің жинай бер. Мен Аякушқа сыйлығым бар. Қандай сыйлық? Күшті сыйлығым бар. Мама, ашымады бар ма? Тұра тұршы сен. Кел, Аякуш, отыр осы жерге. Саған күшті сыйлық дайындап қойдым ғой. Қандай мама? Анелия, жинай берші бар. Жинап болдым. Шкафын жинай бер деймін. Болдым жинап. Көрсейші. Аякуш, біз сені жақсы көреміз. Сен біздің үйдің ерке қызысың, сұлу қыз. Тұра тұрш, Анелия. Мама. Ерке сұлу қызысың, біздің үйдің гүлісің. Біз саған, мен ғой енді жолдан көрдім да, сол басқа зат алып жүргенмін негізі. Сосын осындай затты көрдім да, саған сыйлайыншы дедім. Саған емес, Аякушқа. Қойш, Анелия. Тұра тұрш, көрейік бірінші ішінде не бар екенін. Бұл бізде осындай ерекше сырға, бізде Аякуш. Анелюк, тиіспе. Маған да бар ма? Тиіспе. Кастрацияна сырғаны көр жіберек. Кәна, әкеш, осындай ағаштан жасалған ерекше сырға достар, қараңыздар, күшті. Аяна ұнады ма саған? Иә, күшті. Остай ғой. Құтты болсын. Анелия, мен саған алған жоқпын. Мен Аянаға алдым. Аяна бізде помад жақсы көреді, еще жаңа помад алдым, оны да берем қазір. Ту, осы жерде айта салайыншы енді ше. Анелия. Пранк па? Пранк екен айтасың. Пранк емес бұл. Аяна айта берейін ба? Не істейм? Айту керек шығар енді уже. Айтатын реті келіп тұр, өсті. Айтамыз ба? Так, біз Анелияға бір сырымызды айтайын деп отырмыз. Қандай сыр, мама, отыр пранк жасамаңдар. Пранк емес біз. Не қоямыз, айтамыз ба? Білмеймін. Енді қалай айтатынымды білмей тұрмын. Бірақ сен үлкен қыз болдың ғой, енді айтайын, енді ақыры жаңағы сырға деп ренжіп жатсың. Негізі біз сені негізі асырап алғанбыз. Неғып айттың, мама? Сен ренжімейсің иә? Қойш, мама, асырап алу деген не ол? Асырап алу, сенің мамаң басқа. Мен емес сенің мамаң. Пранк жасасыңдар ғой, иә? Пранк жасасыңдар, мен білем, мама, пранк. Айта салыңдар, пранк деп. Пранк емес. Сенің мамаңның жазған хаты бар, суреті бар, барлығы шын. Қазір мен саған соларды көрсетемін. Не айтып кеттің деп қойыңдаршы бар. Пранктың ішінде пранк болып кетті маған бірден. Ары қарай жалғастырамыз ба? Иә, жалда. Әлде осы жерде қоя саламыз ба? Мама, қоймай қызық болады қайта. Жалғастырып көрейік, иә? Иә, жылайды бекен. Жылаған жоқ. Тістеп. Жақта отыр ғой. Жақта отыр.
Анеля, неге бірден ашуланып шықтың? Бірінші сөйлесейік та кішкене. Пранк жасап отқандар. Пранк жасап отқан жоқпыз. Міне мамаңның хаты, ішінде сенің мамаңның суреті бар. Шын мамаңның суреті бар. Көруге дайынсың ба? Мен емес. Мына жақта міне шын мамаңның суреті және мамаңның жазған хаты. Міне алып оқы, суретін көр. Қандай хат? Мама, қойшы, пранк. Бірінші ашып қарап. Пранк қой. Жоқ, шын ой, тәтше. Жарайды, өзіңді қалдырайық, сен анау кинодағыдай бір өзің отырсаң, ойланып, өзің ашып хатын, суретін көретін шығарсың. Жүр кеттік, Әлихан, жүр. Жүр кеттік. Жүре ғой, Әлихан. Есігін жауып қояқ. Сені атқан сияқты, я? Бірақ жылап ренжіп жатыр. Қашан айтамыз пранк екен? Бірінші хатты ашып, суретті көрсін. Жыласын соқсын ба, пранк екен айтамыз. Қой, жыламай қойсын, бірақ ол біліп тұр негізі біздің пранк жасады. Осылай отыр. Не қылсын, Анелік? Ашып оқысайшын, қарасай. Жоқ, қараған жоқпын. Қарамай жатыр. Қарап көрсе ішінде не бар екен бәрімізге. Қош, ашқымда оқығым да келіп тұрған жоқ. Сендер өтірік айтып жатсыңдар маған, білем бе ма? Анеля, мынаның ішінде шындықтың бәрі деп қойсың ғой. Көрші, бірінші ішінде сурет бар. Мамаңның суреті бар, ішінде ашып қарасай. Бәрі білсін, көрсін маманың. Мен папаға звондаймын, мама, сендер шын айтып жатыр. Папаға звондаймын мен, вообще, мама, өтірік айтпаңдар. Енді ашып қараш, қаны оқиық. Не хат жазды екен мамаң? Әне, көрдің ба суретті? Мамаңның суреті. Мына бөпе. Сенің бөпе кезің. Анеля, мамаң. Мамаңды көргенде қандай болдың? Қызым Анеля, мені кешір, сені өсірмедім. Бірақ сенің анаңмын. Ертең сені алып кетемін. Мені кешіресің деп ойлаймын. Ой, мама, сенің жазуың ғой мынау. Менің жазуым мұндай емес қой, білесің бе? Таныс қой мынау. Біреуге ұқсайды ғой. Достар, міне бұл бізде Анеляның мамасы. Басқаша ғой мамаңның түрі. Кімге ұқсайды? Басқаша емес, ұқсайды біреуге. Міне, сенің бөпе кезін көрдің ба? Осындай бөпе кезден бастап біз сені асырап алғанбыз. Не істейміз енді, Аякош? Жинауға көмектес заттарын. Иә, көмектесен жинауға. Не жинап жатсың? Кетпеймін мен шыққа. Жинама деймін, кетпеймін шыққа мен. Біреуге таныс қой, мама, алдамаңдаршы өтірік. Анеля, енді өзіңнің мамаңа бармайсың ба? Бармаймын мен шыққа. Мамаң деген хат жазыпты сенің. Мынау сенің мамаң ғой, Анелек. Мынау сенің мамаң. Ал бұл суреттегі мен. Мен ғой бұл суреттегі, Анеля. Не болды? Ой, не мамася. Ойнаған ес өстіп. Ане, сырға сенікі ғой? Я, саған алған сырғамыз ғой негізі. Оның басында біліп тұрсың ғой пранк екенің. Анелекке пранк жасау болмайды, бірден жылап шығады. Аякошқа пранк жасасаң бірден біліп қояды. Анелек, жөнім, біз сені асырап алған жоқпыз. Біз негізі Аянаны асырап алғанбыз. Достар, видеода бір жылап алдық, бір күліп алдық. Міне Анеляға алған сырғамыз негізі бұл біздің. Анеля қалай? Алған жоқпыз, то есть тәтесінің сыйлығы ғой. Күшті ма сырға? Тақ көрші, көрек қалай тұратынын. Мынаны мен білмейсіңдер ма? Бұлар мен білмейтін мен жас кездегі түрімді ше. Білемін. Маған ұқсат тұрған жоқсын ба не, Анелек? Ұқсат тұр ғой, просто. Ұқсамай тұр ма онша? Шамалы ұқсамай тұр, я. Кекілі болғасын ба? Бұл басқа бөпе. Бұл мен ағамның бөпесі ғой. Бұл кезде ешкім жоқ. Сендер жоқсыңдар, мен студент кездегі суретім ғой. Бетінде шырам жоқ, мына жерде қарандар. Кішкене басқашалы. Вот, достар, осындай видео шықты бізде. Анеляға міне, сырған күшті екен, әй. Анеляға жасаған пранк. Біз енді ренжітпейміз Анеляны. Асырап алғанымызды айтпаймыз, құпия ұстаймыз. Ой, кішкентай кезде бәрінің мама папасы сөйтіп айтып, болмас тәттелер сөйтіп айтып әзілдеген, ол бәрінде болған шығар. Мені де сөйтіп айтатын тұғын, біз сені асырап алғанбыз деп, менің сөйтіп ашуыма тиіп жылататын тұғын. Так что, қыздарики, ренжімейміз, мен ешкімді асырап алған жоқпын. Мен ғой суреттегі айттым ғой, өзіңнің шын мамаң деді. Міне, сенің шын мамаң. Ал достар, видеоны аяқтаймын.
Тағы да қандай пранктар жасасақ болады, жаймен секрет қылып маған жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Болыңыздар, пока-пока. Тәтеге тіркелуді ұмытпаңыздар.